Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Достар, көптеген адамдар трейдингті бастау үшін не керек деген сұраққа ілінеді. Енді қараңыздар, мен сразу айтамын, трейдинг бастау үшін кейбір адамдар, бір студенттер келеді да, маған айтады: Мирас, мен деген мынандай мықты MacBook сатып алып қойдым, мықты iPhone сатып алып қойдым, тағы да бір нәрсе сатып алып қойдым дейді. Оның ешқайсысы керек емес. Сенің қолыңдағы мына телефон просто MetaTrader 5-ке кіретін болса, және де TradingView деген приложенияларға кіретін болса, ал оған кіру оп-оңай. То есть ол көптеген ойындарға қарағанда мощность аз кетіреді. Түсінесіздер ме? То есть сенің телефоныңда бір PUBG Mobile'ды көтеретін болса, онда сен спокойно TradingView-ға да, MetaTrader-ға да бәріне кіре аласың. То есть без проблем. Мен өзім Pocophone X3 деген телефонмен бастаған болатынмын. Бұның барлығы отговорки. Мен әлемдік нарыққа кіріп жатырмын ғой, ойбай, маған бір керемет компьютер керек, керемет ноутбук керек деп, мен ескі 2016 жылғы Asus деген ноутбукпен жұмыс жасағам. Қататын анау. Озуы 4 гигабайт еді. Оперативная память. Сонымен мен жұмыс жасаған болатынмын. Және де Аллаға шүкір біраз нәрсе үйрендім сол арқылы. Одан кейін уже мықты компьютер болсын, MacBook болсын, бәрін сатып алып бастадым. Бірақ та ең басында сен қолында не бар, сонымен бастау керексің. Сол үшін де көп нәрсеге не заморачивайтесь. Оған кетіретін ақшаны лучше сіздер дұрыс білімге кетіріңіздер. Депозит салыңыздар, депозиттеріңізді көбейтіңіздер, достар. Жалпы мен айтқым келетін осы. Бұл әлемдік нарық деген аты болғанмен, оған бүткіл мықты условия жасап қойған, оңай кіру үшін адамдар. Қазір заман өзгерді. Қазір мощный устройство керек емес көптеген нәрсеге. Саған Chromeға кіріп тұратын ноутбук керек болды. Ноутбук керек па? Немесе планшет болса да жетеді. Үлкенірек экранмен ше. Либо компьютер. Просто Chromeға кіреді ма, Safari'ға кіреді ма, кірсе болды, жеткілікті. Одан артық керек емес. Сол үшін де не усложняйте. Вот жалпы бізде айтылған осы сөз, не усложняйте, бәрі оңай, барлығы оңай жасалады. Және де трейдингті үйрену, ол домбыра үйренуден оңайырақ. Трейдингті үйрену домбыра үйренуден оңайырақ, гитара үйренуден оңайырақ, күрес үйренуден оңайырақ. Түсінесіздер ме? Көп нәрседен трейдингті үйрену оңайырақ. Оны адамдар қиын, үлкен наука деп ойлайды. Иә, үлкен наука, бірақ та ақша табу үшін сен бүткіл наукаға глубоко копаться етпейсің. Саған дұрыс стратегия, дұрыс наставник, дұрыс окружение керек, дұрыс психологияңды реттейсің, болды, соның өзі жеткілікті саған. Мысалы қараңыздар, жалпы көптеген нәрселерді біздің адамдар усложнять етіп алады да, осындай ноутбук керек, анау керек, мынау керек, ондай емес. Мен қайталап айтамын, достар. Трейдингті бастау үшін дұрыс білім, настрой керек. Бірақ мен сразу айтайын, бұл сала оңай емес. Бұл сала негізінде кішкене қиындау сала. Именно не жағынан қиын? Сен психологияң ушатындай болса, саған кірмей қойған дұрыс. Сенің өзіңе деген сенімділігің төмен болса, сенімсіз болсаң, онда кірмей қойған дұрыс. Және де үшіншіден, сен өзіңе сенбеуің, және де бір нәрсені алып кете алмаймын деген ойың болса, тоже керек емес. Өйткені сен трейдингті алып кете алмасаң, сен басқа ештеңені алып кете алмайсың. Адамдар таңдайды, трейдинг таңдайын ба, товарный бизнес таңдайын ба. Қараңыз, товарный бизнеста саған логистика, тағы да көп нәрселер, товар сатып алу, товар таңдау, ол сатыла ма, сатылмай ма, бір құдай біледі, аренда, зарплата сотрудников, көп деген нәрселер, факторлар әсер етеді да сенің бизнесіңе. Трейдинг тот же самый бизнес негізінде. Бірақ та бұл жердегі нағыз бизнестің көзі ол сенсің. Болды. Сен миыңа вкладываться етесің ба? Сен развиваться етесің ба? Сен өзіңмен өзің жұмыс жасайсың ба? Соның өзі жеткілікті трейдинг үшін. Себебі бұл жерде сен логистика ештеңе керек емес. Сен ноутбугың болса болды, телефоның болса болды, және де интернетің болса болды. Бұл басқа ештеңе керек емес. Сен миыңдағы білім самый главный. Ең бастысы осы. Бүгін мен 13 мың доллар таптым. Оның артынан 2,5 мың доллар таптым. Оны қалай жасадым? Маған ноутбук керек болды ма оған? Мен қасымдағы балалар біледі. Мен датаво андай уровеньға жеттік. Біз телефонға графиктан қараймыз, мен түсінем рынктың қайда баратын. Сделкаға кірем, все, күтем. Кеш батады, кеш батқан кезде уже мен сделкам 13 мың доллар прибыль берді. Одан кейін баға коррекция берді, шорт аштым, шорттан 2,5 мың доллар жұлып алдым. Оны инстаграмнан қарасаңыздар болады. Ерназар Мирас деген инстаграм. Сол үшін де достар, қиындатпаңыздар, қандай бизнес саған бір күнде азырақ ақшамен 7 миллион, 8 миллион теңге береді. Ешқандай. Тек қана трейдинг. Өсем десең, трейдингпен айналыс. Бірақ та сен өзіңе неуверенный лох болсаң, айналысып керек емес. Және де қиындатпа. Мені айтқым келетіні осы, достар. Барлықтарыңызға трейдингті енді бастайын деген адамдарға сәт сапар. Бұл өте үлкен әлем, үлкен жол. Бірақ та до конца шыдағандардың жағдайы өте керемет болады.
поверьте мне, мен қолымдағы сағат Cartier Santos Black Diamond Custom. Мына сағаттың бағасы құны 17.800.000 теңге. Оны любой жақтан қарасаңыздар, бұл сағаттың фейкі, люкс копиясы сатылмайды. Сол үшін де достар, трейдингтен мықты айналысқандар біреудің үйі сияқты, біреудің машинасы сияқты сондай ақша тұратын сағат тағып жүреді атауы. Сол үшін де всем удачи, мен ұзаққа созбайын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, соңына дейін көргендеріңізге сау болыңыздар.